Көктем келді ағайын, жалтырайды, жаңғырады маңайың. Назды сазды наурыз мейрамы құтты болсын, сұлу мүсін, саған беткен бәр мүсін. Армысыздар қалайық, бармысыздар қалайық. Наурыз тойын жұп жазбай, шашу шасып, қарсы алайық. Ұлыстың ұлы күні, наурыз мейрамын қарсы алайық. Наурыз қазақтың шын мағынасындағы ұлттық мейрамы. Наурыздың 22-сінде күн мен түн теңеледі. Қыс өтіп, көктем келеді. Тіршілік басталады. Қазақ халқы үшін үлкен мейрам жаңа жыл Наурыз мерекесі. Наурыз әлемдегі ең көне мейрамдардың бірі. Орта Азия елдері оны 5000 жылдан аса уақыт атап өтіп келеді. Наурыз мейрамы заманауи діндер мен көптеген мемлекеттер пайда болғанға дейін шамамен 5000 жыл бұрын пайда болды. Бұл ежелгі мереке күнәдан тазару, киім-кешекті тазарту, үйді тазарту, жамандықтан және өшпенділіктен тазарту мерекесі ретінде аталып өтіледі. Ол адамдарды басқаларды күнәлары мен жамандықтарын кешіруге шақырады. Сондай-ақ бұл күні шығыс елдері екі арадағы кез келген соғысты тоқтатқан. Ал қазақ ақсақалдары мерекеде араздасқан ру тайпалармен татуласатын болған. Наурыз мейрамы өте ерте заманнан келе жатқан түркі халықтарының тойлап келе жатқан тұрмыстық мерекесі. Ол парсы тілінен аударғанда наурыз сөзі жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Бұл жөнінде халқымыздың кемеңгер ұлдары Абай, Шәкәрім, Мұхтар Әуезов, Ахмет Байтұрсынов сынды бір тұлға бабаларымыз біршама деректер қалдырып кеткен. Күн мен түн теңелген, мал төлдеп, адамның аузы аққа тиген, жер бусанып, малдың аузы көкке тиген ырыстың басын қазақ елі ұлыстың ұлы күні деп атаған. Бүгін ұлыстың ұлы күні. Ата бабаларымыздың сөзімен айтсақ, ақ түйенің қарына жарылған күн. Ендеше, Наурыз мейрамының алғашқы құттықтау сөзі Қазақ тілі қоғамының төрағасы Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінің директоры Арғынғазин Думанғазы Семейғазыұлына сөз береміз. Құрметті әріптестер, бүгін міне көптен күткен ұлыстың ұлы күні Наурызда біздің елге келіп жетті. Көптен күткен дейтін себебім бәріне айқын. Былтырғы жыл пандемияға байланысты бүкіл дүние жүзін шарпып өткен пандемия ковидтің біздің қазақ елінде айналып өткен жоқ. Сондықтан да биыл ерекше Наурызды күткеніміз рас. Наурыз деген енді бүкіл мұсылман еліне ортақ мереке екенін барлығымыз білеміз. Сондықтан да биылғы Наурыз ерекше жылы келіп отыр. 2021 жылы сиыр жылы келген Наурыз айы биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығының қарсаңында біздің Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінің 90 жылдық торқалы тойына да ұласатын жыл болып отыр. Сондықтан да биылғы жылы барлық мұғалімдерге, барлық ұжым мүшелеріне тек қана жақсылық қана тілеймін. Армандарыңызға жетіңіздер. Биылғы жылы жанұя құрам дегендер жанұя құрсын,
сәбилі болғысы келіп жүргендер сәбилі болсын, немере шөбере күтіп жүрген ата әжелеріміз немере шөбере сүйсін, көлік мінем дегендер көлік мінсін, баспананы армандап жүргендер баспаналы болсын. Жалпы алғанда берекелі де ынтымағы мол Наурыз жылы барлығымызге үлкен нәтиже беретін, жаңа жеңістерге алып келетін жыл болсын. Мұғалімдеріміздің мәртебесі өсе берсін. Жастарымыз мықты білім алып, патриотты тәрбие алып, жақсы мамандық иегері бола берсін. Ал енді оқу орнымыздың беделі одан арта берсін дегім келеді. Наурыз мерекесі құтты болсын. Құрметті әріптестер, баршаларыңызды келіп жеткен ұлыстың ұлы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әр шаңыраққа береке, молшылық табыс әкелсін. Баршаларыңыз жұмыстарыңыз жемісті болсын, тек қана жақсы күндеріміз көп болсын. Енді осы мереке қарсаңында біршама әріптестерімізді марапаттауға рұқсат етіңіздер. Алдымен мадақтама. Наурыз мерекесіне орай саналы тәрбие, сапалы білім беруде оқу тәрбие үрдісіне қосқан үлесі үшін Вашакина Елена Александровна марапатталады. Колледж директоры Арғазин Думанғазы Семейғазылы. Дәл осындай мадақтамамен Сәменова Айнагүл Нұртайна марапатталады. Бексемұратов Рауан Сәбитұлы марапатталады. Оралхан Малика Нұрланқызы марапатталады. Нұрғалиева Айдана Серікбек қызы марапатталады. Раева Райхан Сайлаубай қызы марапатталады. Алшынғазин Назар Нұрланұлы марапатталады. Сондай-ақ Нұғманова Дидар Оралына марапатталады. Сондай-ақ мадақтама. Наурыз мерекесіне орай және пандемия кезінде білім саласын дамытудағы қажымас еңбек үшін Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінің жатақхана меңгерушісі Абдрахманова Бүлдіршін Қажымұратқызы құрмет грамотасымен марапатталады. Шығыс Қазақстан облысы техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінің директорларының облыстық кеңесінің төрайымы Қожанова. Баршаларыңызды осындай тамаша жетістіктеріңізбен құттықтаймын. Қазақ халқы аттан құласақта салттан қалмаған халқымыз. Бұнан қалған ғұрпымыз бар, сақтан қалған салтымыз бар. Сол салттарымыздың бірі осы Наурыз мерекесінің қарсаңында өтетін көрісу мерекесі. Осы тамаша мерекенді, осы тамаша көріністі көрсететін әжелерімізді ортаға шақырсақ деп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Бәрекелді, амансыздар ма? Сіздердің қалдарыңызды білейік деп, аймақтарымыз, туыстар, бала-шағадар аман есен бе? Біз мына көрші ауылдан келдік, мына келінмен екеуміз. Қар күн жылып, көңіліміз көркейіп, болсын ауыз келе жатыр. Үлкен мерекенің соның алдында қалдарыңызды біліп, қауышып, амандасып, сол үшін келді. Бәрекелді, аман есен көргенімізге қуанып жатырмыз бе? Бәрекелді, қош келдіңіздер. Біледік Наурыз көшінде Ал енді астан алып отырыңыздар. Ал енді астан ауыз киеміз ғой. Қарақтардың көршілер, жастарың бар. Бұрынғы заманда қалай Наурызды, ерте заманда өткізілген қандай тамаша. Бір айда қазақта бар ғой, 30 күн ойын 40 күн тойы деп, ең алдымен дайындалып, үйдің бәрін сілкіп, далаға шығарып, киіз үйді жаңа жинап алып, бұзып, жаңа жерде орнатып, ескі дыс шетіне келіп, бәрін өртеп, қоқыс анау-мынауды бәрін тап-таза қылып, әдемі киімде киініп, осылай міне біз сияқты қыдырып, бірімізге-біріміз сәлем беріп, сөйтіп осындай қарсы алып, содан кейін күн мен түн теңелетін күнді, Наурыз қыдырымыз келетін күнді жастар түні бойы ойын ойнап, алтыбақан теуіп, өлеңдетіп, әндетіп, күн шуағын бірінші кім көреді, маңдайына күн шуағы түседі, сол бақытты болады деп, түні бойы Бәрекелді, айтқаныңыз. әндетіп, қыздарына жақсы сыйлық тартып, жігіттер, қыздар кестене
орамал сыйлап мына атқан жігіттеріне. Содан үйдегі өздеріңіз білесіздер, үйдегі ыдыс аяқтың бәрін аққа толтырып, айран болсын, тіпті осы қалмасын қазір бастаудың суына келіп құйып толтырып қояды. Қой, мен бекер отырмаймын, бисмиллахиррахманиррахим, альхамдулилля роббил аламин деп, мынау бір асып толтырып. Ағай, ата иесі менен де әңгімемді бұздыңыз ғой. Болмаса, маймыл үйректе болса кеткен деп. Ал сол Наурыз білесіздер ме жоқ? Ал көршідер. Иә, тыңдап отырмын. Наурыз күні үлкен жарыстар болғанда, сол себептен жарыстар мына жігіттер, осы бәйгеден жақсы орын алған жігіттердің үлкен ақсақалдары ауылдың бұйымтай сұрайды. Не бұйымтайың бар ма жарығы, сен жеңімпаз болдың дегенді айтады. Бәленшен міне, құтты сондай баяғыдан қызына ғашық болып жүрген жігіт, сол қызды міне осы қалайым дегенде ешкім аузын ашпай үлкендер рұқсатын береді, батасын береді, әлгі жас жігітті үйлендіреді, жұқа тұрса да сондай той болады ол күні. Той үстіне той болып, ауылмен бәрі қуанып, сөйтіп тойлайды сол күні Наурыз күні. Мерекесінің қарсаңында біздің мынау Өнер Темірлан деген біз тамаша әнші баламыз бар. Осы ұлдарыңыз сіздердің құрметтеріңізге бір ән салып берсін. Бәрекелді. Алып отырыңыздар. Далада да, қалада да қарап жүрген жоқ пенде. Жайлауда мал жүр, сайрауда ән жүр, жазы күзі көктемде. Осы дастарханның сәнін де, мәнін, дәмін келтіретін осы қазақ халқында жеңсік ас деп айтамыз. Жеңсік ас деген тамаша мінекей дастархан бар. Осы жеңсік асты мән мағынасын ашып, қазір Күлпаш Падешина өзіңіз толығымен жеткізіп берсеңіз, осы қонақтарымызға дастарханның басында әңгіме болсын. Наурыз құтты болсын, ас көп болсын, ақ мол болсын. Енді бүгінгі Наурызда ата-бабамыз астың төресі Наурыз көже дайындаған. Наурыз көжені дайындау үшін 7 түрлі дәм қосқан. Кейін тақсан қылып тағы да түрлі дақылдарды қосып жасаған. Сүрленген ет, су, тұз, бұршақ, тары, бидай, айран, тәріздес тағамдардан қосып дәмді етіп Наурыз көже дайындаған. Наурыз көже өте сіңімді, адамның ағзасына өте пайдалы. Наурыз көже ішіп отырыңыздар, астан алып отырыңыздар. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Енді Күлпаш Падешина жаңа Наурыз көженің жақсылап тұрып, қайдан шыққан тарихын айтып берді, жеткізіп. Енді осы дастарханның сәнін келтіріп тұрған тағы да біздің ұлттық тағамдарымыз өте көп. Соны қазір енді жек-жегімен Бақытжан Саққызы өзі қолымен айта бастаңыз. Қымбатты жерлестер, үлкен қаладағы достық үйі, бір шаңырақтың астында қанша ұлт өкілдері бірлікте, берекеде біздің ұлыстың ұлы күні, қазақ халқының ұлы мерекесі Наурызды тойлауда әлдеқашан бастап кеткенбіз. Бүгінде соның тағы бір сәтті, әдемі бір күні. Енді Наурыз мерекесінде ең бастысы тоя Наурыз көже ішу, және Айман Ибраевна айтып кетті жақсылап. Тоя ішсе бір жыл бойы тоғыз жүресін деген үлкен аталарымыз. Енді дастарханның сәні мұнда ұлттық тағамдар. Құрты бар, ірімшігі бар, бауырсақтың түрі бар, еті, жал жаясы, қымызы. Жалпы қазақ халқы осы ұлы дастарханымен ерекшеленетін. Сондықтан да денсаулықтары мықты болатын біздің ата-бабаларымыздың бүгінгі дейін таза ет жеп, таза қымыз ішіп, өздерінің ішкі ағзасын осылайша дамытып, тазартып отырған ұлы халық қашанда мерекелі әрбір Наурызды осылай қарсы алып отыратын. Бүгінде міне біздің дастарханымыздың сәні, зиялы қауым, біздің қазақтық қоғамының, жалпы біздің үлкен шаңырақтың вице-президенті осы қазақтық қоғам бойынша Орал Тоқмарұлы отыр. Біздің сонау елбасының сара жолымен біздің мынау қасірет
тартқан мынау полигон соның жабылуына басы қасында елбасымен бірге жүрген Сұлтан ағамыз отыр. Ежелден біздің қазақ қыздарына жалпы ұлт екенін көрсетіп жүрген, ұлттық дәстүрді насихаттап жүрген Айман Ибраевнаның Айша Биби орталығы өзі әріптесімен бірге отыр. Сол орталықтың әншісі Амантай ағамыз дастарханның сәні болып отыр. Енді біздің әріптестер төрт көзіміз түгел, осы бүгін мерекемізді жақсы тойласақ деген ойымыз бар. Бәрімізге құтты болсын. Аллайым келесі жылы осындай ақ дастарханда дәм татып отыруға Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңызға құтты болсын. Рахмет. бір әннің оңтай келіп отырау деймін. Балалар, мен бастап біресіздер, қостап кетіңдер. Алыстан серемеп, жүректен теремеп, шымырлап мойғау жайылған. Қиуадан шағып, қисыдан тауып, тағыны жетіп қайырған. Болуы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзіңмен. Деп абай айтқандай, енді жалғасын өздерің жалғасын қырып алған. Мереке қарсаңында 22 наурыздың түні қазақ халқы үшін таңғажайып аңыздар бейнесі күні. Яғни Қыдыр атаны күту күні. Наурыз қарсаңы Қыдыр немесе бата түні деп атайды. Қазақтар бұл түні Қыдыр атаны күтіп ұйықтамауға тырысады. Ал тұрмысқа шықпаған қыздар өздері ұнататын жігіттерге арнап, соғымның соңғы етін уызға пісіріп, ұйқашар деп аталатын ерекше тағам әзірлейді. Жігіттер мен боз балалар болса, қыздардың қонағасының қарымтасына айна, тарақ, иіссудан тұратын селт еткізер, дір еткізер сыйлықтарын ұсынған. Және бойжеткендер терезені сәл ашып, үстелге ұн салынған ыдыс қойған. Егер үй таза және үй иелерінің жүрегі мейірімге толы болса, Қыдыр ата бақ қонған үйге бата берген екен. Енді қазақ халқында салт дәстүрлеріміз өте көп қой. Қазір енді жастар да көп біле білмейді деген сияқты. Біздің жастарымызға үлгі болсын деп, осы дастарханның басында өздеріңіз бір қысқаша салт дәстүрлерге тоқталып өтсеңіздер, өздеріңіз білетін. Әулет қойсаңыз. Иә, арасында әулет ән салып. Айман апай, өзіңіз айтасыз ба? Біздің қазақ халқы үлкен сыйлаған жастарды жастарды қолдап, әлпештеп өсірген. Атам заманнан келе жатқан көп біздің салт дәстүріміз бар. Әсіресе отау көтергенде жаңа шаңырақ көтеріп, отау тігіп, шаңырақ көтерген жас семьяға көп жақсылық айтып, көп тілек айтып. Содан кейін бір дәстүр бар, кейін ол қолданбайды, бірақ ерте заманда былай болған. Немесе балалар жақсы достар, арадарында бесік құда болған, бесіктен атақ қоятын жақсы дос болса, мен міне ұлыма бесіктегі сен қызыңды атаймын деп дос болып айтып білесіздер. Сарыбай мен Қарабай, Баян Сұлу менің қос көрпешін әкелері сөз беріп, одан кейін Қарабай анасы қайтыс болғаннан кейін ана жетім деп менсінбе Баянға бергіздіртпей қойды, қос көрпешке бергіздіртпей қойды. Сол сияқты содан кейін ершеткенде кейбіреулердің енді аталмаған келіндер болса, үлкен ақсақалдар, атадары, ағадары жас жігіттің келінсеуге басқа алысқа ауылдарға барады. Ауылдарға барады да кейде жақсы, ақылды, сымбатты қыз бәлен жерде бар екен деп неше күн атпен бір топ ақсақалдар бар, үлкен жасы бар, іздеп барып, сонда атпен түсіп, біз енді қазақ сондағы қарғалы сияқты қай үй болса да өзінде үйдей көрінген кең байтақ жеріміздің қазақтың салты бойынша кім жолаушы есігіңді ашып, төрге шығарып, барыңды беріп, шайыңды беріп, етіңді асып, бар болса қойыңды соятын қазақпыз. Сондықтан бір топ ол кісілер біз енді жолаушы едік деп, сусын ішеміз деп келіп,
ана қызды байқап көріп ұнатса, өздерінің қалтасында үлкен ақсақалдың біз жүрген. Сол бізді мына төр жақтағы сырмақтың үстінде көрпелер жайды ғой, соған шаншып кетеді бізді. Содан кейін әлгілер біз асығып жүрміз деп қонбайды, рахметін айтып кеткеннен кейін анайда келіндер сырмақтың үстіндегі жайған көрпені далаға шығарып қағып сілкеді ғой. Сонда көреді, әже, мына біз шаншып кетіпті. Ойбай, мына біздің кенжетайға олар енді көз салып ұлдарына сөйтіп ұнатқан екен ғой. Әже, біз енді Бақылжанымыздың Жанұзақұлына, мен айтып сіздерге бәрдеріңізді. Содан кейін қуанып, біздің қызымыз кенжеміз деп айтқансыңыз үшін енді әже біз дайындалайық. Құдаларға келіп қалатын шығар, біздерін шашып кеткен, ол осы үйдегі бойжеткен қызды ұнатқан белгісі. Содан кейін бір жұмадан кейін расында сау өтіп, құдалар келіп құда түседі. Сөйтіп, сіздің үйде осындай бойжеткен бар, бізде азаматымыз бар, осындай деп, жөні кейін деп, жақсы танысып, ниеттерін білдіріп, әкелеп, келіп, бір топ тағы ақсақалдар сөйтіп келісіп, ол кезде енді үлкен кісілер шешеді, мына қыз бой жетсе де, ер жетсе де, сол аталары, үлкен ағалары таңдап, өз теңмен теңдес, сондай жанұямен құда болып, сөйтіп, содан кейін құда түсіп, әлгі тойдан кейін, әлгі қызды уәделескеннен кейін, уақыттан кейін сөйтіп алып кетеді. Ал енді мүмкін сіздер білесіздер ме, жоқ па? Біздің мәдени орталығымыздың аты Айша Биби. Не себебінен? Біз 20 жыл бұрын құрғанда, осында Жамбылдың жігіті, өзі юрист, сол спонсор болды. Қазір документ юридически жасауға 50 мың болса, ол кезде 30 мың болатын. 20 жыл бұрын біз мына юридически деп аталамыз ғой, сіздер білесіздер финансистер. Сондай документті алу үшін, сондай ол кісі қаржылай бізге көмек көрсетеді, бірақ айтады, қазақ орталықтың атын Айша Биби деп қойыңыздар деп. Одан кейін зерттеп, іздеп, интернеттен бәрін іздеп біліп алып, біз 2014 жылы 14 адам Айша Бибидің мүшелері Айша Биби ханымның басына тағзым етіп, құран етуге барды. Ал сіздерге айтып берейін, ерте 11-ші не 12-ші ғасырда Қарахан деген жақсы оңтүстіктегі сондай үлкен елді билеген, сондай жомарт, сондай жігіт болған бір жиында Айша деген 17 жаста қызды екеуі бірін-бірі ұнатып сүйіп қалады. Оған сөз байласып, бәлен уақытта мен бәлен шаруалар біткеннен кейін келем, алып кетем дейді. Содан кейін ол кезде өздеріңіз білесіздер, кең байтақ жерде қайтсе де талықпа тайпаның арасында соғыс болып жатады, жерге талас болып жатады, немесе жоңғар жаудар келіп жатады, одан отанды қорғайды. Сол айтқан уәдесінде келмегеннен кейін әлгі Айша әкесінен, енді ол өгей әкесінен ол рұқсат сұрайды. Міне сөйтіп келе алмай жатқан шығар, уақыты болмайды, мен өзім сүйдім, екеуміз бірімізді сүйдік, батаңызды беріңіз. Мен жүгімменен, жасауымменен, мына өзімді тәрбиелеген бабаханымменен бірге барайын сол жаққа Ставкаға Қарахан деп. Ол кісі Қараханды ұнатпайтын, батасын бермейді. Бірақ артынан олар батасын алмаса да, әлгі қыз жүгімменен сөйтіп үлкен керуенмен Қараханның Ставкасына таяғанда, бірнеше шақырым қалғанда өзіңді өні бойы жуылып, тазарып, таза киім дегенде шомылып суда шыққанда жылан әлгі сәукелесінің ішінде болды. Ол көрген жоқ, жылан шағып, әлгі қыз сөйтіп Айша қысылып жатқанда әлгі бабасы, няня дейміз ғой, қазір сол енді шауып бар, Қараханға барып айтып, Қарахан молды алып келіп, әлгі қызды әлі жаны бар, әлгі сүйген қызын құшақтап алып айтады, мен саған махаббатымнан басқа еш нәрсе жақсылық істеген жоқпын. Енді сен бәрібір менің кісін, молла қиын екеміз дейді, моллаға некеден қиғыздырды.
бұрын да кейін де ол болмаған уақи. Өлім аузындағы жатқан қызды сүйген, сонымен некелесіп, махаббатын белгісі үлкен керемет сондай сарай салады. Әлгі өзі суылап, арулап, әлгі сүйікті қызын жерлеген жерге үлкен сарай салынады. Сол сарайды содан кейін құлағына айтады, құшақтап, сен енді Айша емесің, Айша бибі деген ол өте жоғары санайтын қызды әйелдерді сөйтіп айтады да жерлеп, сөйтіп сол 12-10 ғасырдай өтті ол заман. Бұл халықтың аузында қалған. Қараханның өзі Тараздың бір парк саябағында жерленген, бірақ есігі моласына кірер 10 шақырым жерде ауыл, бір үлкен ауыл болып қалды. Айша бибидің моласына екеуінің моладарын біріне бірі қарсы. Қазір де барып көрсеңіздер. Сол себептен сондай болды. Енді мына қарасаңыздар өмірде мына бата алмаған, бата берілмеген жастардың өмірлері енді қиындау болады, көріп отырсыздар. Сөйтсе артынан ол айтыпты, ана әкесі, өгей әкесі 6 өзеннен өтіп 7-ші өзенінде ол Айша қазасын табады деп сөйтіпті. Сол рас болыпты. Мына еңлік кебекті қарап отырсаңыздар да бата алмаған, үйленген, баян сұлу қоз көрпеш қосылам деп бата бермеген әкелері. Сондықтан ол енді ол тағдыр ғой олардың. Келешекте семья құрғанда әрине сондай өздеріңіз үлкендердің батасын, рұқсатын алып, семья құрыңдар, бақытты болыңдар. Қазір біз бақытты Қазақстанда өмір сүріп отырмыз. Сіздер келешектегі біздің патшамыз болатын, президентіміз болатын азаматсыздар. Бақытты болыңыздар. Өмір жастар ұзақ болсын, сіздерге де еңбектеріңіз жемісті болсын. Тыңдағандарыңызға Туғанның жіңішкенің үзілген күнін осы бір мына Наурыз мерекесімен байланыстырады. Өйткені Наурыз деген көктем келді, көк шықты дегеннен кейін малмен гene өмір сүріп жатқан қазақ елінің амандығын, жан басының амандығын алдымен сұрайды. Бала-шағаның, кәрі құртаң адамдардың барлықтарын денсаулықтарын сұрап, қыстан аман шықтыңыздар ма деп. Одан кейін мал басы міндетті түрде сұрайды. Малмен жасақтап отырғаннан кейін осы кәсіппен айналысқан қазағымыз сол қауышқан күні осы Наурыздың басы. Мен сіздерге айтатын хабарлама деген ретінде осындаймыз. Ал енді Сіздер бір ауыз ән айтпадыңыз. Ауылдың 6 ауызын жасайды. Ауылына 6 ауыз ана шаңғы иесі айтты, тағы бір ауыз айтсын, біз қонақпыз. Біз айтамыз. Бәрі сіздерге айтайық. Өзі менің қарасай, көңілімнің санасай, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Жырлайып, ағызып көзім айын, айтуға келгеніне қалқама сөз айын. Айтуға келгеніне қалқама сөз айын. Ұлағайымыздың да 175 жылдығында атап өттік қой енді. Еске алып отырайық. Рахмет сіздерге. Тәуелсіздіктің тәуелсіз ойлы бақытты жастары, бүгінгі Наурыз, тарихтың Наурызы. Осыдан 30 жыл бұрын Наурыз мерекесі Қазақстанда ең бірінші тойланды. Әрине ол тарихта 26 жыл, басқа жылдардың бәрін айтты, бірақ тәуелсіздік алған жылдан бастап біз есімізді жаңа жинай бастадық. Сонда біз кіммен танымыз? Біз салт дәстүрімен танымыз дегенде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен, қорғауымен
қазақ халқы емін еркін өз салт дәстүрін тойлай бастады. Мінеки төрде отырған апайларыңыздың барлығы соның куәгерлері. Сіздердің директорлеріңізден бастап ағаларыңыздың бәрі соның куәгерлері. Содан бері қаншама жылдың ішінде қаншама шәкірттер тәрбиеленді. Олардың бәрі қазір әкім болды, министр болды, әлемге танылған жұмыс істеп жатқан жастар бар. Сонда бәрі қазақтың салт дәстүрі арқылы дамыған болатын. Біз мынау халықаралық қазақтылық қоғамы болғандықтан халықаралық ұйымдар барлық әлемде бар. Москваның наурызында болдық, мынау оңтүстік өңірлерінің наурызында болдық, Түркияның наурызында болдық. Сондағы барлығы біздің еліміздің салт дәстүрі арқылы мынау халықтың наурызы екен, достықтың наурызы екен, бірліктің наурызы екен, бірліктің кесенесіне бұйырған қазақтың салт дәстүрі екенін дәлелдеп жатыр. Сондықтан кеше ғана өткен жылда ғана біз Нұр-Сұлтан қаласындағы елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен бірге Нұрсұлтан Әбішұлы екеуі басқарып халықаралық наурыз өткен болатын 19 жылдары. Мінеки бүгінгі таңда елбасымыз мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың наурыз мерекесін осыны тәптіштеп ай сайын, күн сайын осы насихаттай беру біздің парызымыз, тәуелсіздіктен артық қымбат. Бізде байлық жоқ дегенде қазіргі осы өткізген апайларыңыз мінеки соның ішінде достық үйлері бірлесіп осыны өткізіп жатқан жайы бар. Жаңа айтқан сіздердің Айша бибі мәдени орталығы ол халықаралық деңгейдегі орталық. Себебі мынау Ресейде болды, басқа әлемдегі көптеген елдерде болуы ата әжелер өзінің көрген салт дәстүрлерін соған жеткізді. Сондықтан наурыз ол үлкен мереке, әсіресе 21 күні 22-сін сезінесіздер. Бүгінгі суықтың бәрі кетеді, күн мен түн теңеледі. Ол күні әкім болмайды. Әкім де ақын да деп есептелмейді, қан да болмайды, қараша да болмайды. Бәрі бірдейміз. Күн қалай теңелген күні, қан да қарашамен тең, әкім де жұмысшымен тең, ақын да өзінің қарапайым азаматтарымен. Сіздер бүгін қаржы колледжінің студентіміз дейсіз, жоқ ондай болмайды. Сендер де қарапайым азаматтармен бірге тең болатын күн. Сондықтан бұл үлкен наурыздың мерекесін ары қарай насихаттаушы сендерсіздер. Сондықтан халықаралық наурыз мерекесі біздің бағымызға бұйырған мереке. Бұл мерекені ары қарай жалғастыру сіздердің қолдарыңызда. Кеше ғана осында Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелерімен бірге Ақау Семейі бар, біздің Надежда Васильевна бар, барлықтарының бастарымыз қосылып осында әр ұлттардың наурыз мерекесін қалай өткізу жөніндегі көріністерін көрдік. Мінеки Қазақстанда тұрам деген азаматтардың барлығы осы мерекені өздері сезініп, бұл жақсылықтың мерекесі, бұл достықтың мерекесі, бұл берекенің мерекесі, бұл сыйластықтың мерекесі, енді ұлы халық қазақ халқы екендігін әлемге танылған біздің саясатымыздың дұрыстығын дәлелдейтін мерекені сіздер айту міндеттеріңіз. Сондықтан бүгінгі келіп жатқан жаңа салт дәстүрді айтып жатыр, наурыз көжені айтып жатыр, барлығын айту бұл сіздердің міндеттеріңіз білу. Бұл ата бабамыздан қалған салт дәстүрлер, соны ары қарай жалғастыру сіздердің мойындарыңызда. Сондықтан наурыз мерекесі құтты болсын. Қазақта бар, ежелгі шығыс халқының аңсаған арман ойы бар дейді. Шығыс халқы деген бүкіл әлемдегі түркі әлемдеріне айтылады. Ежелгі шығыс халқының аңсаған арман ойы бар. Дәстүрлі дәуір салтының шері тарқайтын жері бар дейді. Шеріміздің бәрі осы күн кетеді. Ашуымыз да кетеді, кемшілігіміз де кетеді, қуанышымыз да кетеді, жақсылығымыз да кетеді. Сондықтан біздің осы халықаралық деңгейдегі наурызымыз, әсіресе достық үйінде өтіп жатқан наурыздарды сіздер құрметтеулеріңіз керек. Соны білулеріңіз керек. Сондықтан осы біздің әжелерімізге, апаларымызға, мінеки осы тұрған Амангелді ағаларымызға, Сұлтан секілді Невада Семей қозғалысының әр ұлттың азаматтары келіп, осы дәмді тартып отырып, сыйластық пен достықты жалғастырып жатқандарда, ең бастысы сіздердің қазіргі директорлеріңіз, ол білім саласының азаматы болған, ол кезде білім саласының Шығыс Қазақстанды басқарған кезінде жастармен жұмыс істеген болатын. Сондықтан біздің негізгі мақсатымыз жастарға, сендерге бар нәрсені күйіміз келгенше айтып кету, беріп кету. Қанша өмір қалды? Бұл ғасырдан ғасырға беретін баратын біздің салт дәстүріміз. Қанша ғасыр өмір сүреміз, қазақ елі мақсатымыз мәңгілік ел болма. Сондықтан мәңгілік наурыз болуға тиіс дегенді біліңіздер. Сондықтан наурыз мерекесі құтты болсын, берекеміз бен бірлігіміз арта берсін, жақсылығымыз көбейе берсін, қаржы саласының азаматтары өсе берсін, біз секілді жастарымыз өсе берейік. Бар проблеманы Сұлтан екеуміз шеше берейік, келсін келмесін. Бірақ осы наурыз мерекелерінің арқылы біз береке бірлікті сақтайтынымызды білейік. Бірақ ең бастысы
Қазақстан тәуелсіздік алу бір басқа, оны сақтап қалу өте қиын. Ол достық арқылы шешіледі. Сондықтан достық үйіне рахмет айтымызды отыра отырып, барлықтарыңызға Наурыз мерекесі құтты болсын деп өтінемін. Рахмет сіздерге. Студентіміз Кенжебекұлы Бекжанның орындауында Адай күйі. Мейрамы мүмкіндігінше көңілді және шулы аталып өтілген. Ежелде мейрам 13 күнге жалғасқан. Сонда адамдар ауыл-ауылды аралап, Наурыз көжеден дәм татқан. Наурыз әнін айтып, бір-біріне жаңа жылдармен кіріп өткен, жақсылықтар тілеген. Бұрынғыда бұл күнді туыстар мен достарға барып, жаңалықтармен бөлісіп, жаңа бірлескен жұмыс бастау дәстүрге айналған. Мерекеде халық түрлі ойын-сауық ойындарын ұйымдастырып, ат жарыстырып алып бақан депті. Уважаемые друзья, дорогие земляки-семейчане, представители знаменитого колледжа финансово-экономического, одного из лучшего в Казахстане, легендой среднего образования, специального образования, с этого колледжа вышли великие люди-казахстанцы. Не зря вас колледж называется именем Раимбекова. Там работал мой наставник, мой учитель Мусин, когда-то великий казахстанец, участник Великой Отечественной войны. Я должен вот в такие дни сказать, что сверяешь свои часы, вот такие дни единения народа многонационального в Казахстане. Вот от такие праздники, как сегодня, Наурыз, говорит о том, что мы единый народ Казахстана, вне зависимости от национальности. Вот такие моменты понимаешь, что самое главное, что ты человек, и что ты казахстанец, что ты соблюдаешь традиции своего народа. Вот эти традиции народа, их празднование укрепляет в нас веру в будущее, укрепляет нас то, что мы не зря живем. Я молодым людям бы хотел бы сказать, вы учитесь в колледже, в том, который знаковый колледж в Казахстане. У вас директор нынешний, Думангазы, очень ответственный, человек с большой буквой, порядочный человек, знаменитый человек в городе, в области, в Казахстане. Я бы хотел, чтобы вы продолжали те традиции, которые заложили ваши дедушки, бабушки, отцы, матери, традиции нашего многонационального казахстанского и казахского народа. Я благодарен вам за то, что вы пригласили нас с Урал Тахтаровичем. Я вице-президент Международного антиядерного движения Невада Семипалатинск, заместитель Алжаса Марта Сульменова. Десятки раз встречался с Нурсултаном Ильичем Назарбаевым, это я подсчитывал, разов 10 не меньше. 5-6 раз встречался с Касымжаном Кемельевичем Токаевым. Так вот сидели, беседовали. Я должен сказать, что нам повезло с руководителями страны. Очень простые, уважительные люди. Вот в 2019 году я встречался в апреле месяце с Касымжаном Кемельевичем Токаевым. Я сижу и думаю, сейчас он подойдет ко мне, как мне представить, вот, к примеру человечности его. Он подходит и говорит: Султан Умар, спасибо за работу. Я не представлялся, кто я, откуда. То есть эти люди очень внимательные, очень заботливые и уважительные.
Поэтому я считаю, что нам повезло. Мы должны поддерживать наших президентов, руководителей страны, что Казахстан на правильном пути. Мы должны строить демократическое светское правовое государство, не забывая обычаи своего народа. Мы закрыли ядерный полигон. Это великий подвиг казахстанского народа. Ни одна страна в мире, которая называется великой, не сделала то, что мы сделали. Величие страны, величие человека по его делам. Вот наша страна показала всему миру, насколько велика наша страна. Мы закрыли ядерный монстр, ядерное оружие, и сегодня весь мир изучает наш путь, равняется, учится нас. Поэтому молодежь, вот у Невады Семипалатинск есть такая традиция, эстафету мира молодым. Мы когда-то уйдем, никто не вечен в этом мире. Мы бы хотели бы, чтобы традиции нашего народа, наших предков, как говорят казахи, шежере, продолжали закрытие ядерного полигона, строительство демократического государства, укрепление межнационального согласия. Я из многонациональной семьи, ингуш, жена украинка, мой сын живет в Казашкой. Мы не делимся, кто какой национальности. Даже у меня в моих документах, в моем паспорте, в разделе нации написано «казахстанец». У меня написано «казахстанец». Почему американец может быть, казахстанец не может быть? Казахстанец ингушского происхождения. Я горд и счастлив, что я родился в Казахстане, состоялся благодаря всем вам. И надеюсь, что и вы состоитесь. А для этого, ребята, я должен сказать, я вырос в простой рабочей семье, отец плотник, мать штукатур. А добился того, что 65 орденов медалей имею. Заслуженный работник Советского Союза, СНГ, профессор Орловского государственного университета, Парасат, Курбек, Ирен. Все это благодаря труду. Труду. Я не хвалюсь, просто говорю. Трудиться, учиться, учиться. Вы всего добьетесь, если будете учиться. А вам повезло начать с такого знаменитого колледжа. Руководству колледжа огромное спасибо. Огромное спасибо руководству Айша Биби за то, что пришли. Спасибо всем нам, что мы живем в великой и прекрасной стране Казахстан. Надеюсь, что это у нас не последняя встреча. До новых встреч. Спасибо за внимание и уважение. Қазақша мен аз деп білем. Қони мен қазақша оқып отырмын. Менен мұғалім. Тегін оқытады. Қазақ құдасы ғой, құдамыз ғой. Огромное спасибо всем нам. Рахмет сізге. Халқында ұлттық ойындар көп қой. Өзіңіздер білесіздер, жаңағы қыз қуу бар, көкпары бар, асық ойыны бар. Енді осы жерде отырғаннан кейін балаларыңыз қазір осы ұлттық құндылықтарымызды қайта жаңғыртып, асық ойнау үлгісін көрсетсін сіздердің қызметтеріңізге. Тамашалайық, е? Балалық шағымызды еске түсірейік, қане көрейік. Қазақ қызына қай кезде де, қай жерде де өзінің бекзат болмысын сақтау парыз. Өйткені оның болмысы бойынан бұрын ойының сұлулығы мен
жанның тазалығында жатыр. Сол сұлулық пен тазалық өнерінде, білімінде ажарландырады, айшықтайды. Жібек баян ізісін асып кетер сендерден, сұлулар жоқ біз үшін. Мен Сәбитканова Сабина Дәуренқызы, Жомбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінің 20-2 тобының студентімін. Болашақ мамандығым есепші. Жаттаған қазақ қызы қадірлі, ар-ұятын сақтаған, ұзын киіп жамылған, үлкендерге бағынған қазақ қызы осылай барша жұртқа ой танылған. Сен қазақтың қызысың, жібек баян ізісің, асып кетер сендерден, сұлулар жоқ біз үшін. Ағайындар төрде отырған ағайындарымыз дастарханға бата берсін, көтеріңкілікті құдай берсін тілекті. Бәрекелді, құрметті жастар, құрметті студенттер, мұғалімдер алқасы, Айша биби, біздің сіздерге құрметті ағайындар, мына ас қайырып бата берейік. Құдайым оңдасын, оң жолында бастасын, қыдырын қияласын, періште ұяласын. Ұлым туса ұлықты болсын, қызым туса қылықты болсын, ел арасы тыныш болсын, ел саулығымыз мықты болсын, наурыз береке құтты болсын. Алла ақбар. Рахмет көршілер, ұқсат болса біз үйге қайтай қалуымыз. Ауылың сенің іргелі, шай көйлегім бүрмелі, айтарыңды айтып қал, біз отырмыз жүргелі. Айтайланып келгенше, уәдеңе еріп бол, белсендікпен бөлгенше. Осындай той қазақта бола берсін, көңілдерге жақсылық қона берсін. Береке күннен күнге тола берсін, ырысқып басыңызға бола берсін. Ән қосылсын әніңе, сән қосылсын сәніңе, ырысты боп жаңа жыл бақтарсын бәріңе. Ой қосылып ойыңа, ой қосылсын бойыңа, аман есен жетейік, келер наурыз